Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сондай дәмді және небәрі жарты сағатта дайын болатын мандариннен десерт дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар және міндетті түрде дайындап көріңіздер. Алдымен сүтке желатин қосып араластырамыз. 15 минутқа желатин көтерілгенше қойып қоямыз. Жұмсақ сүзбені езіп, ванильді құм шекер қосып араластырамыз. Желатин қосылған сүтті микроволновкада 35 секундта қыздырамыз, бірақ қайнатпаймыз. Желатин толықтай ерігенше араластырамыз. Сүзбеге сүтті қосып, блендермен сұйық масса шыққанша еземіз. Ыдыстарға бөліп құямыз және 10 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Суға желатин қосып араластырамыз және 15 минут желатин көтерілгенше қойып қоямыз. Мандариндерді тасынан тазартып, блендерден өткіземіз. Желатин осылай көтерілген соң 30-35 секунд микроволновкада қыздырып аламыз. Блендерден өткізілген мандариндерді ситадан өткізіп, тек соғын қалдырамыз. Және желатин қосылған суды қосып, блендермен өткіземіз, немесе жай қасықпен араластыруға болады. Ыдыстарымызды тоңазытқыштан шығарып, екінші массамызды құямыз және тағы 10-15 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Аз уақытта осындай өте дәмді десерт дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, бетін қалауынша әсемдеуіңізге болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.